Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Su'ila Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu anil qira'ati ma'al imam. Faqal la qira'ata ma'al imam fi shay'in. Rawahu Muslim. Muslimде риwayat етілген хадисте Зайд ибн Сәбиттен, Алла одан разы болсын, сұралады. Имаммен артында тұрып, ұйышының намазда қирағат етуі, яғни Фатиха немесе Зам сүресінің оқуынан қатысты сұрақ қойылады. Сол кезде Зайд ибн Сәбит, Алла одан разы болсын, бұлай деп жауап береді. Ла қирағата мa'ал имам фи шай'ин, яғни еш жерде имаммен бірге, имамның артында тұрып, қирағат етілінбейді деп жауап береді. Зайд ибн Сәбит, сіздер біле берсеңіздер, Алла елші саллаллаху алейхи вассаламның үнемі қасынан табылатын сахабалардың бірі еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне кіріп шығатын емін еркін сахабалардың бірі еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қалай намаз оқығанын да бізден артығырақ көріп, бізден артығырақ білетін сахаба еді. Сондай-ақ, құрметті жамағат, Имам Маликтің Муатта атты хадистер жинағында кітабында Абдулла ибн Умардан сұралады. Имам артында қирағат ету жайында сұрақ қойылған кезінде ол былай деп жауап береді. Алла одан разы болсын. Егер имаммен, жамағатпен оқылған намаз болатын болса, онда ұйушы ешқандай қирағат жасамайды. Ал жеке оқитын болса, онда қирағат етуі керек дейді. Және Тирмизи сахих хадистерінде келтіріледі. Джабир ибн Абдулла, Алла одан разы болсын, ол кісінің былай деп айтқанын келтіріледі. Кімде кімнің бір ракағатында болсын қирағат етілмесе, онда оның намазы намаз болмайды дейді. Тек қана егер имаммен, жамағатпен оқылған намаз болатын болса ғана. Яғни имаммен оқылса, онда ол жерде Фатиха, Зам сүресі, яғни қирағат жасалынбайды. Ал жеке оқитын болса, онда ол әлбетте міндетті түрде өзінің қирағатын жасау керек делінеді. Сондай-ақ, мынау намаз оқыған барысында жиі кездесетін имамның артында біз естіп жатамыз. Имаммен жарысып, Фатиха оқып жатады, имаммен жарысып, тағы бір сүрелерді оқып жатады. Бұл дегеніміз ондай дәлел бар, жоқ емес. Хадистерде келеді, Бухари, Муслимдерде келінеді. Яғни қирағаты жоқ намаз, намазы да жоқ делінеді. Бірақ ол хадистің түсіндірмесін берген ғалымдар айтады, ол жеке оқушы момын мұсылманға қатысты айтылған дәлел делінеді. Сондықтан ол хадисті оқып амал етуден бұрын оның түсіндірмесін, оның шархысын, түсініктемесіне көз жеткізіп барып амал еткеніміз абзал болмақ. Сондықтан осы келтірген дәлел дәйектерге амал ете отырып, намазымызды дұрыс сүннетке сай орындауға әрекет етейік. Аллах Тағала соған баршамызға жеңілдік берсін. Уахири дауана анил хамдулиллахи раббил алямин.